Сәлем достар, бүгін біз өте оңай шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне 200 грамм қантымызды салып, әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Содан кейін отта ерітілген 100 грамм майымызды салып, араластырамыз. Содан кейін 200 грамм ұнымызды және де 15 грамм ұн қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Массамыз біркелкі болғаннан кейін үстіне 4 бұрыштылап туралған алмаларымызды салып, қалақшаның көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Міне дәл осылай біркелкі етіп барлығын араластырып алып, формаға құямыз. Формаға құйып, тегістеп, бетіне жіңішке етіп туралған алмаларымызбен әсемдейміз. Дайын болған пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 50 минут шамасында пісіріп аламыз. Пештің бетін дайын болғанша ашуға болмайды, себебі көтерілмей қалуы мүмкін. Сіздермен бірге болған Айдана Қырықбаева, назарларыңызға рахмет.